Сол күні Поляна кешкі асқа кешігіп келді. Бірақ бұл қылығы үшін ұрыс естіген жоқ. Нэнси оны есіктің аузынан күтіп алды. Келгенің жақсы болды, Поляна қаншайым. Уайымдай бастап едім. Сағат 6:30 болды ғой, деді де жеңіл күрсінді. Иә, білемін, деді Поляна кінәлі кейіппен. Бірақ әдейі істеген жоқпын. Неге бұлай істегенімді Полли тәте де түсінеді деп ойлаймын. Түсінудің де, түсіндірудің де керегі жоқ. Ол кетіп қалды, деді Нэнси шаттана. Кетіп қалғаны қалай? Менің кесірімнен кетіп қалды дегің келе ме? Деді Поляна көзі бақырайып. Сөйтті де дереу өткен кеткенді есіне алды. Харрингтон жер иелігінде өмір сүріп жатқалы жасаған бар еркелігін ойына түсірді. Қайдағы бір мысық пен күшік үшін кінәлі болып қалғаны, қуаныштымын деген сөзге бола әкесі есіне түскені, ашуға басқан жетім бала үшін жазықты болғаны, және 2 рет кешкі асқа кешігіп келгені көз алдына келе қалды. Сонда ол менің кесірімнен кетіп қалды ма? Деп одан бетер көзі алақандай болды. Сенің түк те қатысың жоқ, деді Нэнси. Оған жедел хат келді. Бостанда тұратын нағашысы аяқ астынан қайтыс болыпты. Соның жерлеуіне кетті. Жедел хат келгенде сен үйде жоқ болатынсың. Ал Полли тәте енді тек 3 күннен кейін ғана келеді. Оған дейін екеуміз үйде емін-еркін жүріп тұрамыз. Бұдан артық қандай қуаныш керек? Сен және мен, басқа ешкім жоқ. Сен және мен, басқа ешкімнің керегі жоқ. Осылайша екеуміз. Нэнси, деді Поляна ренжіп. Мұның не? Біреу өліп жатқанда сонша қуануға бола ма екен? Мен адамның өліміне қуанып жатқан жоқпын ғой. Мен қуансам. Нэнси сөзінің аяғын айтпай, көзінің қиығымен Полянаға қарады. Сөйтті де жорта ренжіген болып. Поляна ханым, мені осы ойынға тартқан өзің емес пе едің? Деді. Поляна ойланып қалып қасын керді. Тіпті солай болса да, Нэнси, деп ол да айтқаннан қайта қоймады. Ойын ойнауға болмайтын жағдайлар да болады. Өлген адамды жерлеп жатқан уақытта не қылған ойын? Өлімге қуану дұрыс емес. Нэнси күле салды. Бізді жерлеп жатқан жоқ қой. Тым болмаса сол үшін қуануға болады, деді. Содан кейін жай ғана. Поляна оның бұл сөзін естіген де жоқ. Нэнсидің қос жанары шырадай жанып тұрған аңдаған Поляна енді оған Пендлтон ормандағы көрген-білген егжей-тегжейлі баяндай бастады. Әңгіменің майын тамыза айтқан сайын Нэнси де ынтыға түсті. Ертеңіне Поляна берген уәдесіне сәйкес Джимми Бинмен кездесті. Ойлағандай-ақ, әйелдер көмегінің айдаладағы Үндістандағы белгісіз балалар туралы жаңалығы Джиммиді аса қуанта қойған жоқ. Бәлкім, солай болуы керек те шығар, деді ол терең ойға батып. Алыстағы дүние әрдайым қызық болып көрінеді емес пе? Әлгі картоп сияқты. Алдыңдағы тәрілкедағы картоп басқа да, қазанда қалған картоп басқа болып көрінетіні бар ғой. Мен сол қазандағы картоп секілді көрінсем ғой. Сонда бәлкім Үндістандағы әйелдер көмегі секілді бір ұйым маған көмек қолын созар ма еді? Поляна қуанғаннан қол соғып жіберді. Дұрыс айтасың, Джимми. Ендігісін маған қалдыр. Мен сен туралы өзіміздің әйелдер көмегіне жазайын. Олар сонау қиырдағы батыста, дегенмен Үндістан одан да алыс қой. Джиммидің жүзіне қан жүрді. Олар мені расымен де алады деп ойлайсың ба? Әрине, деді Поляна сенімді түрде. Олар Үндістандағы балалар үшін де ақша жұмсап отыр ғой. Саған неге төлемеске? Олар үшін сен тым алыстасың. Есеп-қисапқа кесірі тиер деп қорықпаса да болады. Тек күту керек. Мен Джонс ханымға хат жазайын. Негізі олардың арасындағы ең ауқаттысы Уайт ханым. Алайда қайырымдылыққа көп қаржы жұмсайтыны Джонс ханым. Қисынсыздау көрінсе де, шындығы солай. Дегенмен біздің әйелдер көмегінен біреу-міреу саған назар аударар деп ойлаймын. Тек оларға менің тамақ және жатын орын үшін жұмыс істейтінді айтуды ұмытпа, деді Джимми. Мен қайыршы емеспін. Бизнестің аты бизнес. Әйелдер көмегі де ақшаны оңды-солды шаша бермейді ғой. Ол біраз уақыт үнсіз қалды да, артынша аса сенімсіз күйде. Тағы да біраз уақыт қалуыма тура келетін сияқты. Олар бірден жауап бере қоймайды ғой, деді. Иә, әрине, деді Поляна да сенімді түрде. Саған ешқайда кетуге болмайды. Кез келген сәтте керек болуы мүмкін.
Сен олардан алыстасың ғой, сондықтан біреу болмаса біреуі міндетті түрде алады деп ойлаймын. Поли тәте де алды ғой. Сөзін аяқтамастан Полианна өз маңдайын сарт еткізді. Тоқта, деді ол кенет денесіне бірдеңе түскендей. Поли тәте мені дәл сондай оймен алған жоқ па екен? Жеми, сен де айтады екенсің, деп күлді де жөніне кетті. Пендлтон ормандағы оқиғадан кейін арада бір апта өткенде Полианна тәтесіне келді де: сізге үлкен өтінішпен келіп тұрмын, тәте. Егер қарсы болмасаңыз, бүгін мен тамақты Сноу ханымға емес, басқа адамға апарсам бола ма? Сноу ханым қарсылық таныта қоймас деп ойлаймын. Бар болғаны бір рет қана. О, құдайым-ай, деп Поли ханым терең күрсінді. Тағы не ойлап таптың, Полианна? Сен шынында да басқаларға ұқсамайтын, өте ерекше баласың. Полианна тәтесіне ойлана көз тастады да: сіз менің басқаларға ұқсамайтын ерекше екенімді айттыңыз, сонда басқалар менен бөлек пе? Деді сабырсыздана қарап. Я, Полианна, солай. Олай болса, мен ерекше болғаныма қуаныштымын, деді қыз қуана айқайлап. Білесіз бе, Уайт ханым маған Роусон ханымның қарапайым әйел екенін көп айтатын. Роусон ханым десе, ол кісінің жыны келетін. Олар үнемі ұрысып қала беретін. Және айтайын дегенім, оларды достастырумен әуре болатынбыз, деді Полианна қажыған кейіппен. Оның көз алдына Силла мен Харибда келе қалды. Өйткені әкесінің дін қызметкерлерімен қарым-қатынасы туралы сөз болғанда, оны айтпай тұра алмайды. Мұның бәрі маңызды емес, Полианна, деді Поли ханым сөзді қысқартқысы келген кейіппен. Сен тым көп сөйлейсің. Қандай әңгіме болса да, міндетті түрде әйелдер көмегіне бір айналып соқпай өтпейсің. Сіздікі де дұрыс шығар, қанша дегенмен мені бағып қақты ғой. Жарайды, оны қойшы, Полианна. Одан гөрі сен маған бүгін тамақты кімге апармақ болғаныңды айтшы, деді Поли тәтесі. Сіз қарсы болатындай адам емес, Поли тәте. Сноу ханымға күнде барып жүрмін ғой. Енді бір рет сол адамға апарайыншы. Бір рет қана. Өйткені ол аяғын енді ғана сындырып алды. Бір рет қана. Сноу ханым өмір бойы төсек тартып жатады ғой. Мен ол кісіге не керек болса, соның бәрін апарып беремін әлі. Ал мына кісіге бір рет апарып берейінші. Сол кісіге деймісің, бір рет қана аяғын сындырды дедің бе? Не деп кеттің, Полианна? Полианна тәтесіне тесіле қарады да, оның осындай қарапайым нәрселерді түсінбейтіне таң қалды. Сосын дереу өңіне қан жүгіріп шыға келді. Айтпақшы, сіз білмейді екенсіз ғой, деді есіне енді түскендей. Бұл сіз жоқ кезде болған жағдай. Сол күні кешкілік оны орманнан тауып алдым. Содан не керек, үйінің есігін ашып, дәрігерге хабарласуыма тура келді. Басын ұстап отырдым. Сол кеткеннен қайтып көрген жоқпын. Ал бүгін Нэнси Сноу ханымға тамақ әзірлеген кезде, осы жолы бір рет тамақты ол кісіге емес, әлгі азаматқа апарып беруме болатын шығар деп ойладым. Сіз де солай ойлайсыз ғой? Я, Поли тәте, апарума бола ма? Я, болатын шығар, деді Поли ханым қажыған кейіппен. Аты кім дедің өзінің? Деп сұрады артынша. Ол менің бейтаныс танысым, яғни Джон Пендлтон мырза. Поли ханым отырған орнында құлап қала жаздады. Джон Пендлтон, деді ол көзі шарасынан шыға айғайлап. Я, аты жөнін Нэнси айтты маған. Бәлкім оны сіз де танитын шығарсыз. Ал сен оны танисың ба? Поли ханым жауап беру орнына қарсы сұрақ қойды. Полианна танитынын ишарамен білдірді. Әрине, ол менімен үнемі сөйлеседі, күлімсірей қарайды. Ол сыртта ғана ашулы боп көрінеді. Ал жарайды, барып тамақты алайын, дайын болған шығар. Бағана ас үйге кіргенімде дайын болып қалған сияқты еді, деп Полианна сөйлей жүріп есікке беттеді. Полианна, тоқта, деді осы кезде Поли тәтесі қатқыл үнмен. Мен айнып қалдым. Бүгінде Сноу ханымға тамақ апарғаның дұрыс болар. Ал бара бер. Полианнаның бар реніші бетіне бұрқ етті. Поли тәте, Сноу ханым әлі көп жатады ғой. Оған тамақ әкелетіндер аз емес, оны өзіңіз де білесіз. Ал Джон мырзаның аяғы сынған, ол тез-ақ жазылады. Онсыз да бір апта өтіп кетті. Я, есіме түсті, деп Поли ханым ойланған кейіпте. Джон Пендлтон мырзаның қиын жағдайға тап болғанын естіп едім. Бірақ Джон Пендлтон мырзаға
тамақ жіберудің қажеті бола қоймас, деді ол жай ғана. Иә, ол сондай ашулы болып көрінеді, сондықтан да сізге ұнамайтын шығар. Бірақ қаласаңыз, тамақты сіз беріп жібергеніңізді айтпай-ақ қояйын. Өз атымнан апарайын. Ол кісі маған ұнайды, сондықтан оған тамақ апарып бергім келеді, деді Полианна қайғырған кейіппен. Поли ханым әрі-бері қозғалақтап абдырап қалды. Полианна, ол сенің кім екеніңді біле ме? Деді, сосын күтпеген жерден сұрақ қойып. Білмейтін болар, тәте, деп күрсінді Полианна. Бір рет мен оған өзімнің атымды айтып едім, есіне сақтамады ғой деймін. Ол мені балапан дейді. Ал ол сенің қайда тұратыныңды біле ме? Жоқ, оны айтқан жоқпын. Яғни ол менің жиенім екенімді білмейді ғой. Білмейтін болар. Бөлмеде үнсіздік орнады. Поли ханым Полианнаға елеусіз ғана көз тастады. Ал бұл кезде ол жаны қоярға жер таппай күрсінуі жиілеп кеткен еді. Жарайды, Полианна. Үнсіздікті Поли тәтесінің өзі бұзды. Оның даусы бүгіндікке екінші рет тым жұмсақ естілді. Пендлтон мырзаға тамақ апаруыңа болады. Тек тамақты өз атыңнан апаратынды естен шығарма. Мен Пендлтон мырзаға тамақ жіберген жоқпын. Мені жібергенімді сезіп қоймасын. Мұны біліп қоймауы үшін барынша тырысарсың. Иә, тәте, жоқ, рахмет, Поли тәте. Даусы жарқын-жарқын шыққан Полианна бөлмеден атып шығып су ете қалды.